Халал барша мұсылмандардың күнделікті тыныс-тіршілігіне қатысты шариғат тыйым салмаған іс-әрекеттер шеңберін қамтитын тек ислам дініне тән ұғым. Сондай-ақ халал шариғат бойынша жасауға болады деген нақты діни үкімнің атауы. Халал сөзі араб тілінен аударғанда қазақ тіліндегі адал деген сөзге саяды және ислам шариғаты бойынша дұрыс, рұқсат етілген дегенді білдіреді. Әрбір мұсылман және діннен сәл де болса хабары бар адам адал мен арамның орнын біледі. Бұл үкімдер Алланың әмірлерінен туындаған және оны өзгертуге ешкімнің хақысы жоқ. Ал харам сөзі араб тілінен аударғанда тыйым салынған деген мағынаны білдіреді, яғни ислам дініндегі тыйым салынған істер мен әрекеттер. Соңғы кездері дүкен сөрелерінен халал деген белгіні ет өнімдерімен қоса су және тағы басқа да өнімдерден жиі көретін болдық та ойға қалдық. Адамзат баласына исламда рұқсат етілмеген харам нәрсе қатарына доңыз бен харам малдың етінен өзге не кіреді? Бұл жөнінде түсінігіміз қазақы мал сойымымен харам малдың етін жемеуден әрі аса қоймады. Сондықтан бұл жөніндегі мағына мен түсінікті кеңейтуге барынша тырыстық. Халал мен харам негізі бұл да адам өте қатты мән аударатын нәрселердің бірі. Пайғамбар бір хадисінде келтіреді. Бір адамдар болады дейді, сапарға шығады дейді. Сапарда жүріп, шашы ипа-типа, киімі алба-жұлба дейді. Яғни Пайғамбар бұл кісінің сапарда қаншалықты қиналғанын көрсетіп жатыр. Сонда әлгі кісі сапарда жүріп қатты қиналғандықтан дұға қылады дейді. Енді сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл болу керек, бірақ алайда ол дұға қылып, "Я Алла, пәленше берші, маған пәленше берші" деп сұрайды, бірақ оның дұғасы қабыл емес дейді. Неге? Өйткені оның ішкені арам дейді, жегені арам дейді, киінгені арам дейді. Осыған байланысты біздің мынау күнделікті қылып жатқан дұғаларымыздың, ғибадаттарымыздың қабыл болуы осы халал мен харамға, адал мен арамға қатысы бар. Сондықтан да бұл адал мен арамды әр адам біле жүру керек. Біз не нәрсені астанып жүрміз, не нәрсені киініп жүрміз, бұл тапқан табысымыз қалай, бұл нәрсені білу әр адамға міндетті нәрсе. Дегенмен харам және адал мағыналары әу бастағы қазақ түсінігімізден алшақ емес. Тіпті осы бір қарапайым қазақ пайымдардың астарында үлкен тұтас бір дүние жатыр. Халал су мен жұмыртқаның, майдың, сақтандырудың, тіпті халал әрі дәрі-дәрмектің, қыз-келіншектер бояуының бар екендігін де біле жүрген дұрыс. Халал түсінігінің қолданыс аясы өте кең. Тұтас индустрияның өзегіне айналған адалға байланысты өндіріс секторларын білгіңіз келсе, саусағыңызды бүгіп санай беріңіз. Оның алғашқысы Ислам банкі. Шариғат бойынша мұсылман қаржысына үстеме өсімақы сұрауға болмайды. Ислам банкінде де солай. Айырмашылығы сіз ашқыңыз келетін кәсіпорын немесе өндірістің белгілі бір бөлігіне сізбен әріптес болады. Екінші тағам саласы. Оған ас атасы, нан, су, сүт, айран өнімдер, сонымен қатар тәттілер жатады. Үшінші киім өнеркәсібі, парфюмерия. Халал харам бұл діни термин болғандықтан, діннің мәселесі болғандықтан бұнымен муфтият айналысу керек. Яғни мұсылмандардың қара шаңырағы бұл мәселені айналысып, адамдардың халал өнімнен тұтынуына ықпал жасауымыз керек, жағдай жасауымыз керек. Сол 2014 жылдан бері қарай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан ашылған осы халал даму мекемесі халал стандарттау және сертификаттау бағыты бойынша жұмыс жасап келе жатыр. Халықаралық СМИК орталығы бар. Осы стандарттар бойынша жұмыс жасайтын. Сол СМИК орталығының 2016 жылғы рұқсатымен біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 4 стандарты бекітілген болатын. Сол 4 стандарт бойынша біздің мекеме қазіргі күнде жұмыс жасап келе жатыр. 2018 жылы Малайзиядан JAKIM аккредитациясын алған болатынбыз 2018 жылы. Сол аккредитация бойынша біздің КМДБ халал сертификатын осы логотип бойынша өнім өндіретін мекемелер әлемнің 43 мемлекетіне еркін экспортқа шығара алады өнімдерін. Осы Рамазан қарсаңында біздің халал даму мекемесінің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірге отырып жасаған халал марафон бар. Халал диета, ауызашар мәселесі, сәресі мәселесінде не ішу жеу керек, қандай өнімдер тұтыну керек, қандай өнімдер пайдалы, қандай өнімдер халалды жағынан
Осы мәселелер бойынша біздің мекеменің арнайы дайындаған марафоны бар. Осы марафонға арнайы қыз-келіншектерді әсіресе шақырамын, өйткені қыз-келіншектер осы асхананың бастығы былай айтқанда. Олар жаңағы біздің ауызашарымыздың, біздің сәресіміздің иесі сол кісілер. Сондықтан сол кісілердің көп мәлімет алу үшін сол кісілерді шақырамын. Атырау облысында халал дамудың тексерісінен өтіп, арнайы сертификатталған 30-дің үстінде мекеме бар. Олар тұрақты түрде ай сайын тексеріліп тұрады. Халал мәселесінде ыждағаттылық танытып, ниет білдіретіндердің саны артып келеді. Бұл қоғам талабынан туындап отырған мәселе дейді мамандар. Тек қана өңіріміз емес, егер әлемдік экономиканы алатын болсақ, жалпы дүние жүзінде халал нарығы жылдан жылға 20-30%-ға дамып келе жатыр. 2030 жыл қазір 3 триллион доллар ақш құрса 5 триллион болады деген жоспар бар. Соған қарағанда тек қана Қазақстан емес, жалпы Еуропада, Азияда, басқа да елдерде халал өнімдерінің нарығы дамып келе жатыр. Соған сәйкесінше біздің өңірімізде де халал тауарларына сұраныс артып келе жатыр. Өйткені халал деген сөз ол тек қана діни жағынан рұқсат етілген емес, адамның денсаулығына жаңағы зияны тимейтін таза адал тамақ деп білеміз, таза адал өнімдер деп білеміз. Сондықтан да облысымызда жақсы қызығушылық бар, жаңағы ілгері дамитын жаңағыдай жоспарлар бар. Мекемелер қазір мысалы бүгінгі күн өзінде мысалы 3 мекеме мысалға айтайын, хабарласып отыр. Біреу мына облысымызда ең үлкен жаңағы мұнай компаниясының асхана жағының мердігері. Осы жұма күні сол мердігердің асханасын аудит жасайын деп отырмыз, тексеріп. Сонымен қатар қаламыздың орталығында орналасқан бір асхана, мейрамхана, оларда жаңағыдай өткісі келіп отыр. Сонымен қатар бір полуфабрикат жасайтын, шығаратын цех өзінің антасын білдіріп отыр. Мына айтқан мысалдардың бәрі облысымызда халалға деген қызығушылықтың бар екенін көрсетіп отыр деп ойлаймын. Соңғы кезде әлем бойынша халал стандартқа сұраныс өсіп келеді. Халық тек шұжық не ет өнімдерінен келген емес, жалпы қолданысқа табиғи зиянды қоспасыз өнім қолдануға тырысатын болды. Ендеше ішетін тамақ пен тұтынатын тұрмыстық өнімдердің стандартқа сай болумен қатар, сол арнайы белгіні беретін мекеменің де тиісті рұқсаты болғаны, талап шарты болғаны дұрыс. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал даму мекемесінің халал сертификатын жалға иемденіп, халал даму логотипі бар тамақтанатын орындарда анықталып жатады. Оның бірнеше себептері бар. Облысымызда әр ай 2-3 мекеме шығып жатады. Оларға барып жалпы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Көбінесе кәсіпкерлер түсіністікпен қарап, ол логотиптерді алып тастайды. Немесе алып тастамаса бізге арызданып, жаңағы арыз жазып, бізге жаңағыдай келісім шартқа отырып, сол логотиптерді алуға жұмыс жасап атқарады. Әрине келіспей жататын мекемелерде кездесіп жатады. Біздің облысымызда ондай нәрсе болған емес. Бірақ басқа облыстарда ондай жаңа логотипті заңсыз қолданып, жаңа оны алмай келіспеген мекемелерге біздің заңгерлеріміз сот арқылы жаңағы айыппұл салып, мемлекет тарапынан ол логотипті жаңа заң шеңберінде алып тастап жатады. Бұрынғыға қарағанда халықтың адал арам жөніндегі мәлімет артып тұтынатын өнімдердің халал немесе харамдығына аса ұқыптылық танытуда. Сондай-ақ халал асқа деген сұраныстың артқан байқаған тамақтану орындары халал стандартқа сай жұмыс істеп сараптамадан өтуге өтініш білдіруде. Бұл атқарған жұмысымыздың нәтижесінің көрінісі деп ойлаймыз дейді халал даму мекемесінің өкілі Қайрат Аманжолұлы. Енді әрбір жаңағы стандарттайтын мекемелердің өзінің процедуралары бар. Сол процедураға сәйкес, мысалы, мейрамхананы алатын болсақ, өзінің жаңа 15 шақты тамақ бар. Ет тамағы, тауық тамағы, жұмыртқа, сүт өнімдері, ірімшік өнімдері, сонымен қатар жаңа қоспалар, глутамат натрий, кармин сияқты қоспалар. Осындай заттар асханада қолданыла ма, мейрамханада қолданыла ма, осылар тексеріледі. Басқа жаңағы мекемелерде химия жағынан айтып өткенде, химияның жаңағы элементтері тексеріледі. Осындай тексерістер жүргізіледі жалпы. Біз қазір қолымыздағы мына тәттінің құрамын тексеретін боламыз. Ол үшін арнайы халал ма, халал емес пе деген сұраққа арнайы қосымша арқылы тексеріп көретін боламыз. Қазір біздің қолымыздағы тәттінің құрамында E500, E450, E471 құрамы енгізілген.
E471 деген өнімді қарап көреміз. 471. Бұл жерде E471 күмәнді деп көрсетілген екен. Бұл жерде мұнан құрамындағы қышқылдардың эмульгаторлар және стабилизаторлар, тұздар, этир майының қышқылдары. Яғни бұл күмәнді болып табылады. Сондықтан да бұны күмәндансаңыз алмай қойғаныңыз жөн. Бүгінгі таңда өндірісті автоматтандыру кез келген кәсіпорынның жұмысын жеңілдетеді. Мысалы, құс фабрикасында механикалық сою өнімділікті арттыруға, кадрлық шығындарды азайтуға және тағы басқаға мүмкіндік береді. Бірақ механикалық сою халал ет өнімдерін өндіруге жарамайды, өйткені бұл әдіс шариғаттың барлық қағидаларына сәйкес келмейді. Ислам көзқарасы бойынша малды союдың шарттары бар. Олар мынадай. Шариғатымызда енді мал қалай сойылу керек, бұл өте маңызды. Бұл енді екі шартпен ғана малдың сойуы адал болып табылады. Біріншіден, ол есі дұрыс, ақыл есі кірген, балиғат жасына толған, немесе балиғат жасына толмаса да, бірақ ақыл есін білетін адам оны сойа білу керек. Егер де ақыл есі болмайтын болса, жында болатын болса, ол әрине оның малы дұрыс болып сойылмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл сойылған малға Алланың аты аталу керек. Құранда Аллах Тағала ол жайлы не дейді? "Уәлә тәкулу мимма лам юзкар исмуллахи алейх", Алланың аты аталмаған малды жемеңдер деді. Мына осыған байланысты, мынау малды сойып жатқанда міндетті түрде бисмилля, Аллаху акбар деп айтып сою керек. Қазір біз білеміз, біреулер менің жазығым жоқ, сенің жазығың жоқ, менің азығым жоқ деп сойып жатқанын да білеміз. Немесе басқа әдістермен де соятынын білеміз. Бұл дұрыс емес. Бұның барлығы ол шариғатқа қайшы болып табылады, тіпті ол арам болып та табылады. Сондықтан да малдың адал болу үшін осы екі шарттар орындалуы тиіс. Және де мал сойғанда да әдептері бар. Мысалы, малдың көзінше пышақты қайрауға болмайды. Мал соярдың алдында малға ешқандай зиян тигізуге болмайды. Жүнінен тартып, құлағынан тартып. Пайғамбар бір күні бір кісінің малды қойды, құлағынан тартып кетіп баратқанын көріп оған ұрысқаны да бар. Және де малды сойғанда да бірінші жатқызып, малды қыблаға қаратып, мал союшының дәреті болуы тиіс, таза күйде сою керек, және де таза жерде сою керек. Бұның барлығы малдың, астың адал болуынан. Сондықтан да біздің қазақта айтқаны ас адамның арқауы дейді. Осы негізі малдың союынан байланысты шыққан. Көп жерлерде, мал сойылып отырған жерлерде, мына басын алады да, сразу тамағын кескеннен кейін басын кесіп, үйтетін адамға лақтырып тастайды. Ол харам болады. Ол мына жұлынын кескенде жаны шығып кету керек, қозғалмай жату керек. Жұлынын кескенде аяғы қозғалмастан жату керек. Сол себепте мына жүректегі ішіндегі қанның бәрі шығып кетеді. Бүкіл харам қаны шығады. Ол жаңағы жұлынын ертерек кесіп тастайтын болсақ, ішінде қан қалып қойды ма, ол микроб, макрух қой енді. Бұл енді денсаулыққа зиян болады. Әлемде халал өнімге деген сұраныс күн санап артып келеді. Оны ғаламның 122 мемлекетінде өмір сүретін 1,5 миллиард мұсылман тұтынады. 2005 жылы халал өнімінің жылдық айналымы 5 миллиард долларды құраса, қазір 4 триллион долларға жеткен. Халал стандарты бойынша дүниежүзілік сауда ұйымының жұмысын жүргізіп отырған ел Малайзия. Ендеше халал өнімді бірге тұтынайық. Ішер асымыз, тапқан табысымыз, істеген амалдарымыз адалдан болғай.